Баршаңызға ассаламу алейкум. Әрқашанда сұранысқа ие өте тәтті банафипай пирогын жасайтын боламыз. Ең біріншіден бисмиллах деп бастап, бөлме температурасындағы сары май, қант, 7 грамм қопсытқыш, ұнымызды ситадан өткізіп дайындап аламыз және үстіне қосамыз. Барлығын араластырып, үстіне бір жұмыртқамызды қосып, қамырымызды илеп, холодильникке 20 минутқа салып қоямыз. Ал қамырымыз дайын болғаннан кейін формамыздың үстіне майымызды жағып, жабыспау үшін қамырымыз песочный болғаннан кейін үгітіліп тұрады, оқтаумен жай алмаймыз. Сол себепті осылай видеодағыдай қойып шығып, қолдарыңызбен біркелкі етіп жайып шығасыздар. Ары қарай духовкаға 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Ал енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ең біріншіден творожный сыр мен қантымызды миксерлеп алып, үстінен сливкимізді қосамыз. Ал қамырымыз дайын, уже суытып алғаннан кейін 200 грамм вареная сгущенка. Вареная сгущенка жақсысын таңдасаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Үстінен 1-1,5 немесе 2 штук бананымызды алып, турап, үстінен салып қоямыз. Жаңағы начинкамызды, творожный массамызды әртүрлі өздеріңізде қандай насадка бар, немесе домалақ етіп, кондитерский мешокқа салып, үстінен әдемілеп шығамыз. Үстіне какаоны ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Ал ас болсын.